Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен лечо салатын жасайтын боламын. Менің каналымда менімен бірге болыңыздар. Мен банкілерді жуып, осылай мантавырканың астына 20 минутке ыстық суға салып, осылай 20 минут барлығын қайнатып аламын. Және де сладкий перецтерімді осылай ашып дайындап қойдым 3 килограмм, 2 штук жуа және де сәбізді ашып қойдым. Және де жуылған мына жерде 1,5 келідей помидор. Мінекей банкілерім болды. Банкілерімді осылай алып 20 минут болды. Және де крышкаларды алып, мен қайнатпаймын, тек қана ыстық суға бір-бір батырып аламын. Мен қайнатқанды ұнатпаймын, қайнатқанда резеңкесі босап кетеді. Сондықтан бір ғана ыстық суға батырып алып, жаба беремін. Ешқашан банкілерім атылған емес. Сәбіздердің барлығын үккіштен өткізіп аламыз. Маған лечоның қыста жегенде өте дәмді. Жуаны осылай жартылай сақиналығып турап, ең бірінші барлығын турап дайындап аламын. Банкілерім барлығы стерилизованный, дайын тұр. Көбіне салаттарға, қақпаға бұрандалы банкілер жақсы. Менде бары осы ғана екен. Сондықтан қалған банкілерді закрывашкамен жабылатын крышкалар, жуаларды осылай жартылай полукольцоғып турап, кастрюлемізге салып, және де оған бір кесе толтырып, мен барлығын көз мөлшерімен жасай беремін. Бір кесе толтырылған сұйық майды құйып, үккіштен өткен сәбіздерімді салып, барлығын бір бұқтырып аламын. Осылай сәбіздерім барлығы үккіштен өтіп дайын тұр. Сәбіздердің барлығын салып, араластырып, баяу отта бір бұқтырып аламын. Маған лечо салаты өте қатты ұнайды. Қысты күні жеген кезде өте дәмді. Морковтарымды салып қойдым. Баяу отта ақырындап пісіп жатыр. Және де сладкий перецтерді турап аламын, тәтті бұрыштарды. Тәтті бұрыштармен жасалған барлық салаттардың түрі ұнайды. Сондықтан аз-аздан осылай бөліп салаттарды қыстыққа жасап қоямын. Салатымызды жиі араластырып тұрамыз. Морков кішкене түсіп келе жатыр, пісіп келе жатыр. Астын кішкене басып жатырмын плитаны. Және де үстіне тәтті бұрыштарымызды салып, крышкасын тағы да жауып қоямыз. Морков тағы да пісе бастаған кезде кішкене түседі астығы. Сладкий перецпен, тәтті бұрышпен соны араластыруға болады. Помидорларымды мен осылай тураймын. Көбіне мясорубкадан өткізуге де болады. Бірақ мен помидор ең тез пісіп кететін болғандықтан мен салаттың ең үстіне ғана қосамын. Менің рецебіммен жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий басып, қолдауларыңызды білдіріп кетсеңіздер көп рахмет. Және де 2 қасық тұз саламын мен, 4 қасық, 5 қасық қант саламын. Барлығын араластырып, лавровый лист салдым және де лавр жапырағын. Көз мөлшерімен барлығын өлшеп саламын. Және де 2 стакан су құямын мен. Барлығын жақсылап араластырып, қайта 5 минут сайын араластырып отыру керек. Кішкене салат пісіп түседі. Мен су құямын осылай. Өйткені сочный, соғы болған көп қалаймын. Помидордың, сладкий перцінің, сәбіздің өзінің соғы шыққанша мен соғы көп болған қалаймын. Өйткені бізде балалар қыстыгүні нан батырып жегенді жақсы көреді. Сочный, соғы көп болғанды жақсы көремін. Осылай жиі араластырып тұрасыздар. Қысқа таптырмайтын салат. Свекла қосылған салаттарды да жасаймын, бірақ балалар свекладан гөрі осы салатты жақсы көреді. Сондықтан барлығыңызда осылай жасауларыңызға болады. Көбіне төрпіштығып тұруға да болады. Соломка тұрып тұруға болады. Помидорды мясорубкадан өткізуге болады. Барлығында мясорубкадан өткізуге болады. Үйде үлкен кісілер болса, жеуге ыңғайлы деп. Менің салатым мінекей дайын болды. 35-40 минуттай қайнады. Дәмін көріп жатырмын. Дәмі өте дәмді екен. 2 столовый ложка және уксус құйдым 70%. 10 минуттай қайнатып сөндірдім. Енді барлығын ыстық күйінде банкіге салып, крышкасын, бұрандалы крышкаларын жауып, банкілерді теріс қаратып
қою керек. Бетін полотенцемен жауып қоям салқындағанша, және де барлығын салқын жерге қойып, немесе холодильникке салып этажерде тұрсаңыздар, осындай дәмді салат шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің рецептімен салат жасаған болсаңыздар, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Қыстыққа ас болсын, өте дәмді салаттар. Қыстыгүні сүйсініп жейтін салаттар болады. Мінекей салаттарымыз дайын, әдемі, аппетитный көрінеді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды күтемін. Сау болыңыздар.